Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен турецкий лимонад дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір апельсин, бір лимон қажет болады. Осы бір апельсин, бір лимоннан бізде 2 литр лимонад шығады. Ыдысымызға, яғни кастрөлімізге суымызды құйып, үстіне қантымызды салып, отқа қойып, қайнатамыз. Апельсиніміздің цедрасын, яғни сыртын ғана осы үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Осы күштен өткізіп алған цедрамызды ыдысымызға саламыз. Қазір осы ыдысымызға апельсин мен лимонымызды салатын боламыз. Осы ыдысымызда блендермен езетін боламыз. Апельсиннен ағынан ажыратамыз. Міне осылай алып тастаймыз. Бізге бұл қажет емес, себебі бізге лимонадымызға қышқылдан беретін болғандықтан осылай пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Апельсинімізді міне осылай ағынан ажыратып болған соң бірнеше бөліктерге бөліп, жаңағы цедрасын салған ыдысымызға салып аламыз. Лимонымызды қабығынан ажыратып, оны де осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Барлығы біріккенге дейін блендермен езіп аламыз. Қайнаған суымызға апельсин, лимон, цедрамызды осылай үстіне құямыз. Тағы да шамамен 1 минуттай бұрқ еткізіп қайнатамыз. Міне біздің лимонадымыз дайын. Лимонад бізде толығымен суыған соң ғана сүзгіштің көмегімен осылай ыдыстарымызға құйып аламыз. Сонымен біздің лимонадымыз дайын. Міне осылай мұз салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді лимонадтардың бірі. Жаздың күні таптырмас сусын, өте дәмді сусын міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.